Армысыздар, қымбатты әріптестер және менің оқушыларым. Мен Искакова Гүлжазира Бекболатқызы, Республикалық физика-математика мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін мен сіздерге бір сабағымды ұсынғалы отырмын. Тақырыбы: сайраған орта жүздің бұлбұлымын, Біржан Сал шығармашылығы, қазақ әдебиеті 10-шы сынып. Қабыл алыңыздар. Сабақтың идеясы: ұлттық рухани құндылықтарды дамыту. Біржан бұрын соңғы қазақтың сал-сері ақындарының ағасы, ұстазы, жанашыр өнерпазы. Оқу мақсаты: арқадағы дәстүрлі ән мектебінің негізін қалаушы Біржан Сал Қожағұлының өмірі мен шығармашылығын үлгі ету. Сабақ мақсаты: әнші сазгер Біржан Сал Қожағұлының шығармашылық өмір жолын, әндерінің өміршеңдігін, әдеби мұраларының өзіндік ерекшелігін танып біледі. Топта бірлесе жұмыс жасай отырып, Біржан Сал Қожағұлы асқақ үнді ақын, сазгер, әнші ретінде шығармаларына талдау жасайды. Табыс критерийлері: барлығы сабақтың негізгі идеясын түсінеді, алған білімді қолдана алады. Көпшілігі ақын өміріне талдау жасап, дәстүрлі қазақ ән өнерінің маңызын түсінеді. Кейбір оқушылар сал-серілер туралы пікір білдіріп, тұжырым жасайды. Нәтиже: жаңа ақпаратты меңгереді, сұрыптайды, жинақтайды, тақырыпты ашады, идеяны табады, өз ойын, пікір көзқарасын еркін айта алады, дәлел келтіреді. Қазақтың сал-серілері революцияға дейін қазақ даласында өмір сүрген. Олар Біржан Сал, Ахан Сері, Әсет Майманбаев, Мұхит Нұралыұлы, Балуан Шолақ, Естай ақын. Біз осы 10-шы сыныпта осы кісілердің өмірі мен шығармашылығымен кең көлемде танысамыз. Жалпы сал-серілер халық арасында үлкен қошеметке ие. Себебі олар өздерінің бойында өнердің 3 түрін қатар дарытқан. Сал-серілер сонымен қатар халық арасында биік адамгершілігімен, атақ абыройларымен, өнерімен де қошеметке ие болып жүрген жандар. Халық сал-серілерді қатты жақсы көрген, оларға ерекше құрмет көрсеткен, әрбір шығармашылығын сағына күтіп жүрген. Сал-серілерге құрмет көрсету, ғалымдардың айтуынша, сонау әз Жәнібек ханның тұсынан Абылай хандардың кезеңінен бастап келе жатқан игі дәстүрлеріміздің бірі. Бүгінгі менің сабағым Біржан Сал Қожағұлұлының өмірі мен шығармашылығына арналады. Себебі Біржан Сал 300-ге танымал болған бірден бір өнер иесі. Жалпы алғанда сал-серілер қазақ даласында бір өздері үлкен бір театрдың қызметін атқарды десек, артық айтқандық емес. Сабағымның алғашқы кезеңі жетекші сұрақтар арқылы оқушыларымның өткен сабақтан алған білімдерін ары қарай бақылау, тексеру мақсатында ойларын ортаға салғыздым. Яғни осы 3 сұрақтың төңірегінде оқушыларым білгендерін, есте қалғандарын ортаға нақты дәлелдер арқылы салды. Бұрынғы сабақтарымның бірінде мен оқушыларға Біржан Сал фильмін көруді ұсынған болатындығымын. Енді барлығымызда осы фильмнен 2-3 минуттық үзіндіні тамашалайық. Қалықтаған қаздай боп мұна қонып жатқан кімнің ауы? Көлбай мырзаның жайлауы. Ендеше бүгін бізде Көлбайдың дәмі тартқан екен. Жұбай бұйыртса, Ақкөбек сұлудың қолынан шай ішетін болдық. Ал жігіттер, шап! Қапыда қалмасын, хабар бер.
көріп тұрмын. Қонақ болып кетсін. Сен Алматбайдың ауылына бар. Ал сен Сарыбайдың ауылына шақ. Тез, хабар жет. Мамай, көрдің бе? Сал болсаң осындай бол. Мен бұл жүрегі жайға. Ассалаумағалейкум бір шанаға. Ағаларың ауырын екен. Фильм мен үзіндіні тамашалап болдық. Бұл фильм мен үзінді көрсетудегі менің мақсатым оқушыларымның таным таразысына саяхат жасау арқылы есте сақтау қабілеттерінің қаншалықты екендігін басты назарда ұстау болатындығын. Яғни оқушыларым үзінді көру арқылы тағы да қосымша сұрақтарға толыққанды жауап бере алды. Енді сабағымның екінші кезеңі ол мағынаны тану кезеңі. Осы мағынаны тану кезеңінде оқушыларымды мен 3 топқа бөліп, әр топқа мынадай тапсырмалар бердім. Яғни бірінші топ Біржанның өмірі мен ақындығы, екінші топ Біржанның әншілігі, үшінші топ Біржанның сазгерлігі. Оқушыларым нақты дәлелдер арқылы Біржанның ақын ретінде өлеңдеріне, өлеңнің құрылысына және әншілігіне, неше жасынан бастап ән айта бастады, Біржанның сазгерлігіне алғашқы шығарған әні қайсысы, немесе танымал болған әні қайсысы Біржанның, осыған нақты талдау жасап, әр топ өздерінің жұмысын постерлер арқылы қорғап шықты. Сал-серілер туралы сабақ өткенде олардың әнін тыңдамай өту мүмкін емес. Сондықтан мен осы сабағыма арқадағы Біржан Сал салып кеткен дәстүрлі ән мектебінің ізін жалғастырушы 2014 жылға Қазақстан дауысы жобасының алғашқы жүлдегері Шахаризат Сейдахметті қонаққа шақырған болатындығымын. Оқушыларым Шахаризаттың орындауындағы Біржан Салдың «Ойын саусақ» әнін сүйсіне тыңдады. Шахаризат бізге тамылжыта ән орындап берді. Ендеше сіздерге де осы әнді тыңдауды ұсынамын. Kız bakmayacak.
içinde el salam uzulay yey gay 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 belli büyük aldım talaycasına ağargan sangırıp sakal şaşka 30 ben 45'tin arasında oturmun ağa söz buradan tercas kamay bu tozan bir basmay çıktım balay bir basmay için toyun içinde el çalar bozulay gay gay Ой, рахмет. Өздеріңіз көргендей, жаңа біз Шахаризадтың әнін тыңдадық. Ән барлығымызға да ұнады деп ойлаймын. Енді менің сабағым өзінің мәресіне жетуге тақау қалды. Ой толғаныс сатысында мен оқушыларыма тосын сый жасағым келді. Тосын сый ол не болуы мүмкін? Осы Біржан Сал сабағын өткізерде зерттеп, зерделеу мақсатында жан-жақты мен осы бір қазақтың кино өнерінде Біржан Сал туралы 2 көркем фильмнің түсірілгенін білдім. Яғни біріншісі 1979 жылы және екіншісі 2009 жылы тәуелсіздік алғаннан кейінгі түсірілген фильм. Бір ғажабы, осы 2 фильмнің екеуінде де басты рөлде Досқан ағамыз өзі ойнаған екен. Досқан Жолжақсынов, Қазақстан Республикасының халық әртісі, 2 рет мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Досқан ағаны сабаққа шақырып тосын сый жасау әрине мүмкін болмады. Алматы қаласында тұрғандықтан сол себепті мен Досқан ағаны әлеуметтік желілер арқылы тауып алып, ол кісімен хабарласып, осы Біржан Салдың өмірі мен шығармашылығынан фильм жөнінде менің оқушыларыма тосын сый ретінде сұрақтар дайындасаңыз екен деп қолқа салдым. Аға менің ұсынысымды қабыл алып, өзінің бейне сюжетін жіберді. Енді сіздер де осыны тамашалап көріңіздер. Сәлеметсіздер ме? Республикалық физика-математика мектебінің 10-шы сынып оқушылары. Мен Біржан Сал фильмінің режиссерімін. Әрі Біржан Сал рөлін сомдаған Досқан Жолжақсынов әкелерім болым. Біріншіден маған өте қуанышты. Сіздер осы бір құндылыққа назар аударып жатқандарыңыз. Осының барлығы сіздердің бойларыңызда руханиятқа деген, жалпы тарихқа деген үлкен сұраныстың бар екенінен хабар береді. Біржан Салды көрген боларсыздар, оқығанда боларсыздар. Мен сіздерге 1-2 сұрақ қойғым келеді. Бірінші сұрақ. Біржан Сал
қанша тіл білді? Екінші сұрақ. Осы біздің заманымызға дейін Біржанның қаншама әні жетті бізге? Үшінші сұрақ. Сал-серілер кинода әртүрлі аңдардың терісін жамылып келді. Солардың үнін шығаруға тырысты. Бұл неліктен? Менің сабағым өз мәресіне жетті. Кері байланыс кезегіне келдік. Яғни жаңа барлықтарыңыз тамашаладыңыздар. Досқан аға менің оқушыларыма 3 сұрақ қойды. Бірінші сұрақтың жауабы Біржан Сал неше тіл білген. Яғни Біржан Сал Қызылжардағы Болатнай медресесінде оқып жүргенде қазақ, орыс тілдерімен қатар көне түркі тілдері, ол яғни шағатай тілі болуы мүмкін, және араб тілдерін білген екен. Екінші, Біржанның осы күнге дейін неше әні жетті? Біржанның қазіргі таңда 44 әні орындалып жүр. Үшінші, Біржан Сал фильміндегі сал-серілердің үстеріне аң құстың терілерін жамылу себебі неде? Яғни ол әрбір сал-серінің өзінің пір тұтатын киесі іспетті екен. Ендеше кері байланыс кезеңінде мен оқушыларыма сабақты қорытындылау үшін инсерт кестесін ұсындым. Яғни инсерт кестесінде білемін, білдім, білгім келеді. Осы кестені толтыру арқылы менің оқушыларым білімді толыққанды меңгергендігін, қазақ өнеріне, қазақ руханиятына деген құрметтің, құлшыныстың, сүйіспеншіліктің артқанын көрдім. Салт дәстүрлерімізді құрметтейтін қазақ халқының, ұлы қазақ халқының ұрпағы болғандарына мақтанатын көріп марқайдым. Рахмет сендерге, оқушыларым. Енді сабақтың соңында үйге мынадай тапсырма берілді. Яғни біз әрбір тақырыпты өткен кезінде эссемен қорытындылап отырамыз. Яғни сал-серілер шығармашылығындағы мөлдір мұң, асқақ сезім иірімдерін мысал келтіре отырып талдап жаз. Үйге эссе жазу тапсырмасы берілді. Сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.